Ассаламағалейкум. Екі Бұқа YouTube каналының оқырмандары. Сіздерменен мына сиырдың күтілім жайында туу мезгіліне жақындаған жағдайда өткен бұзаулық мерзімінің аяғына сиырдың бұзау тууы, сиырдың толғағы жеңіл өтіп, бұзауы ширақ туып тез аяқтанып кету үшін сиырды дұрыс азықтандырып күтім қажет. Туына бір ай қалған кезде жайылымнан алып қаламыз. Оны дұрыс азықтандырып, бұзауының тез жирап өсуіне жағдай жасаймыз. Қаңтардың 17-сі туды бұл сиыр. Камераға түсем деп жүр. Бұл енді сиыр соңында күтіммен тұрды үйде. Мал бағып отырған, шаруашылықпен айналысып отырған кісілердің еңбегі. Жыл 12 ай бағасын осы бір төлісі үшін. Сиырыңыз бұзау бергенде сонымен осыған алданып қуанасың. Малдың несі ауыртпашылығы да бар, пайдасы да бар. Малдың несіне түміне қарамасаң, саған бұл да пайда келмейді. Дұрыс баға алмасаң, зиянға қарай жетелейді. Оңып жүр. Қазір жылы жерге кіргізіп, және далаға шығарғанбыз. Күнге шығарайын деп, енді өз мынау көлеңкеге қарай кетіп барады. Сиырды туатынына жақындаған кезде жемді азайту керек. Арпамен азықтандырып тұру керек. Өйткені арпа жеңіл сіңдіріледі, жеңіл қоректі болып табылады. Туғаннан кейін бір 10 күннің шамасында кебек қосып беру керек арпаға. Өйткені бұзауы сүтін таусалмай қалуы мүмкін. Сондықтан сиыр ісіп кетуі мүмкін деп айтады мамандар. Енді шөппен азықтандырып тұрып, енді жайылысқа бармайды, үйде тұрады бұл сиыр. Екі бұқаға үшінші бұқа болып келді міне. Екі бұқа YouTube арнасына тағы бір бұқа қосылды бұйырса. Бұл енді қазір даламенен жаңадан дүниеге келіп танысып жүр. Жан-жағын иіскелеп, бағына еміп, тойып алды. Қораға келіп барады өзі. Даладан тоңды ғой деймін. Қораның ішінен 3/3 бөлек малдың туатын жерін өзіне туына жақындаған кезде қоятын орын жасап қойғанбыз. Сол жерде жатып туады. Сосын астына шөптің қалдығын төседік. Сөйтіп күтім жасаймыз. Келесте туатын сиырларда солай шетінен желіні жетейін деген кезде, бір 10 күн қалады деген кезде шетінен осы туыт бөлмесіне әкелеміз. Енді бұзауымыз бүгін кештен бастап осы екі науаның ортасында жатады. Екі жағында сиырлар байланғаннан кейін іші жылы болып тұрады. Бұзау тоңмайды.